Қымбатты ата-аналар, бүгін біз үшін ерекше күн. Себебі бүгін білімнің бастауы болған бастауыш сыныбымызбен қоштасқалы отырмыз. Олай болса, бүгінгі 4-ші Ә сыныбының қимасы пен қуанышқа толы сарқылмас қазынаның бастаушысын, саған мәңгі басым деген бастаушым атты тәрбие сағатымызға Қош келдіңіздер. Айша, сені алғаш мектепке келгенде кім алып келді? Мені қолынан жетелеп ертіп келген ол әрине анам. Керемет, шынымен де біз бақыттымыз. Себебі алғаш мектепке келіп, ұлағатты ұстаздың шәкірті болдық. Алтындай сыныптастар, достар таптық. Дұрыс айтасың, Кәусар. Олай болса, сол алтын сыныптастарымызды Забираш апамызбен бірге ортаға шақырмаса қалай қарайсың? Қарсы ортаға 4-ші Ә сынып оқушылары Забираш апаймен. Сабақты үздік оқитын, алғаны бойға тоқитын, мақсат перизат, білім менен өнерді сүйетін, білгенін ойға түсетін Жұмабай аяғым, спортты жаны сүйетін, тәртіп болып жүретін Айтжан азамат, байсалды әрі ақылды, қылығы оның тартымды, бектіған мүмкіндеу, әдепті әрі білімді, алып жүретін тілінді, Аралбек Аяу. әдемі жымиып күледі, бәрімен дос болып жүреді Қылышбек Әлен. Үздік әрі салмақты, білімді әрі жан-жақты Сапар Айша. Білімді және салмақты, оқып жүреді сабақты Пердехан Ақбаян. Сәл ғана жымиып күледі, әдемі болып жүреді Түрепол Ақыркен. Білім дәрін сусындайды, асайды, өте ауыр, миы қатты жасайды Рахымбек Нұрсаят. Білімге құмар мінезі, оның салмақты, ілтипатты толтырады жан-жақты Серік Балауса. Әлемді танып білгенді жақсы көреді, шет тілдерін өте жақсы біледі Жұбан Кәусар. Би өнерін меңгеріп ол келеді, болашақта биші болуды тілегі Тастемір Раяна. Жігітке тән мінез оның салмақты, білімдері, ақылды да ардақты Әнуар Әділхан. Жігітті жаны сүйеді, жайғана күлімдеп жүреді Мұрат Жансұлу. Назарды ортаға салыңыз, пысық әрі алғыр қыз Мейрамбек Кәусар. Сабағын оқып күн сайын үнемі дайын жүреді. Оның тәртіпті екенін бәрі біледі Алиев Айша. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстатып, оңымыз бен солымызды танытқан, бізбен бірге қуанып, қырық әріпті танытып, мектептегі қырық әріпті танытып, білім нәрмен сусындатқан мектептегі ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстазға әнжі барын айтпас бұрын, ұстаз туралы не айтар едің, Айша? Әр шәкірттің өз баласынан кем көрмей, оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектебін жүргізіп, Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Бұл туралы батыр Бауыржан атамыз болашақтың басшысын